екінші группа топта мүгедектігі бар анамын. Жаңа мына балам айтып кетті, мен сол сөзге 100% қосыламын. Бізде міне бұрынғы құйтырқы саясатты түп орнымен жою керек. Бізде мысалы қазақ деген атымызда қалуымыз керек. Қазақ тілін жаңғыртуымыз керек. Мына біз үлкендер кейінгі жас жеткіншектерге кәдімгідей үлгі көрсете білуіміз керек. Орыс тілін онсыз да үйренеді. Орыс тілінің керегі жоқ. Жаңа аралас дейді. Аралас мектептің керегі жоқ. Орыс тілін былай да былай үйренеді. Наоборот, біздің жоғарыдағы отырған адамдарымыздың көбі қазақ тілін білмейді. Қазақ тілін білмеген, өзінің ұлтын білмеген, әрет ғұрпын білмеген. Қайтып біздің қазақ халқымыз дамиды. Қайтып біз үлгі өнеге көрсетеміз. Сол үшін бәріміз жұмыла кірісуіміз керек. Мына балалардың болашағы, келешегі үшін біз жойылып кетпеуіміз керек. Жетеді 30 жыл біз неде жүргеніміз, мына ескі сарқыншақтықта жүргеніміз көздері ашылсын. Балаларымыз қазақша үйренсін. Қазақ тілімізді жоймайық. Басқа қарап отырсаңдар, Әзербайжан болсын, кім болсын, міне Алмасити 5-тегі тұрғындардың бәрі қазақша әйбат сөйлейді. Бізге орыс тілінің қажет емес демейміз. Орыс тілін былай да былай үйренеді. Бірақ орыс тілі емес, бірінші қазақ тілімізді жөнге келтіріп алайық. Балық басынан шірейді деген. Бірінші қазақ тілдеріңді дамытып алыңдар. Жөндеп, бәріміз бірігіп, бір кісідей жұмылсақ бітпейтін іс жоқ. Көркейтейік. Мына балаларымызға жөндеп тәрбие берейік. Жандана берсін қазақ елім. Мына келе жатқан жаңа жылдарың берекелі жыл болсын, құтты жыл болсын. Қазақ тіліміз өркендей берсін. Тіліміз ары қарай дами берсін. Тіл үшін күресеміз, жанымызды да береміз. Қазақ тілі жасасын. Жаңа жылында жаңа қазақ мектебінің ашылуынан бастайық. Міне, мына 207 мектеп деп жатыр. Міне, осы 207 жаңа жылда қазақ тілі болып, сол қазақ тілінен ашылған мектебімізді жақсылап тұрып қарсы алайық. Бәрі жақсы болсын, қадамдарың құтты болсын. Осы мектеп құтты мектеп болсын, қазақша мектеп болсын, өркендей берсін. Рахмет, апа. Еңбектері жансын, ұстаздардың бәрінің.